Погибшие придерживались календаря индейцев. Чрезвычайное положение в стране в связи с мировой пандемией коронавируса. Школа закрыта, карантин. Сотни военнослужащих обрабатывают Алматыда коронавирустың тағы 5 ошағы оқшауланды. Очевидно, что-то происходит. У нас одна зараженная, остальные собраны с станции. Приказ понял. Люди поспешно покидают город. Сақтай көр жерді жаратушы, індетпен зілзаладан көшпенді ел атанушы, арылып кең даладан. Қолың біз еш қажымайды, бұл өмір бір аманат, бірлігінен ажырайды, бұл күннен қаламанат. Пандемия, COVID-19, карантин, бұл жыл адамзатқа келді қаран күй. Қарапайым жұртты қысымға алып жәбірлеп, тақтағылар емес дегенмен тәжуар індет. Байлаулы қол, құласып біткен әр аула, құлыптаулы есік адамдар үйде қамауда. Терезе сығалап көктен түсе ме дауадайын, теңізден күткендей жайымыз осы ауа райын. Бұл енді құр қиял, бірақ та бізде жұрт ұяң, сәтті қолданып оянар оярам сұр қияң. Біреуде құлақты азығы кеспе қара су, бұл дүрбелең зардабы бәлкім естен адасу. Сабырлық таныт, айтар күніміз күлімдеп, біз көрген күндерден қиындау меді бұл індет. Бастысы адам боп шағым айтпаста ешпенде, қалпыңды сақтап қал бетпердені шешкенде. Індет ауру бір нәубет, әлеуметке қару бермек дерт бүгінде жаулаған. Қаншалық мемлекетті арты неге ұласпақ болып алды мың дерек. Үрей алған әрбір үйдің ішінде ғой бір еркек. Соң жоқ, аяқ жоқ, қалың елді кекер. Бірі текті, бірі тентек, нардан елді кекер. Мың жалғанға паршаларым арам тормен жетет. Күйкі тірлік, шейкі тірлік, шекте ойған бекет. Шетел қақты қазған, демене жазғым. Ықпал еткен Бенджаминнің бағалы қағазы бұл. Жаман айтпай жақсы жоқ, тіршіліктің назы бұл. Азда болса қабылап, жырып берген азығын. Ауамен тарамақ, даланы жауламақ, көкейінде барды үйге қамап ауламақ. Нағыз жат тарапта, нағыз ақпаратта, біле білсең адамзат уланғанбыз жатырдақ. Жолдасым, ағайын мен туыс бауыр, бүкіл әлем жағдайы үрейінде тыныс қабыр. Тырысқаны мен олардың тығып ұрыстарын, құлыптаулы жақынымның жағасынан құрыстадың. Кет бұлай ағылған жасты өзің тауып берем, шықсаң айыптаның қамы дерем. Түсті үйдің жайын ойлайтын сен нерең, керек терең дерек берет. Дар шашты дастарханға қаншама жанұя, қиял көп шарықтаған айналада құпия. Бейбияз емес білем, тек тиеселіктер, ақ халаттың еттегінде енді сүрленген ата ойының дәмі мәликәні. Тәні құбылған мен жаны арына байланған таным түнді тағы сабыр, қиын артынан хақ бер танысар. Бұл індет қайдан келді әлемді салып, әбігерге сынақ келді әйелдерге, ерге және дәрігерге. Елсін алып жатқанда бүлік пен аша дәмдерме, тек сабырлық тіледің мазасы кеткен қалың елге. Ең боптыр бәрінен де егде тақтан кәрілерге, еш жоғалты дәрігерге, шифа болмай дәрілерде. Баға өсіп дәрілерге, қолайлысы дәнігерге, хаттан көмек болмаса көмектеспейді дәрі мүлде. Карантин заң ортақ бағыну керек, бәрі бірде енді саған бәрі біріне. Болса да уайма бәрінің де тазалығың болмаса көмектесіп те дәрі кімге. Қосқол болар мына кімге, қарсы тұрса бәрі бірге. Иманды күшейт тәніңден де ярабым әміріңде, күлі адамзат біріксе де жетер дейсің әлі кімге. Түсінгенге ғибратты бұл індетпен тәліміңде, бұл сынақтың ақыры өзінен басқа мәлім кімге. Қағазбен кеспені талап, бір-бірін таптап, қарынмен күттің қамы. Не болды адамзат, сақ бол, бақ бол, таратушы індетті, жарқын пікірлеуші, хақты тануы міндетті, басшыға бағын. Бәлімді толтыр, аурумен қорқыныш мида, соның санаңа қондыр. Біреулер бұны астыртын әрекет деп отыр. Be careful, this is new world order. Жабылып шекара, ажырады байланыс, жұрт ішіндегі жау. Ал енді сайраңыз, жығылғанда жұдырық, ата-аналар қаһарлы. Онлайн оқимыз деп, талай шаштар ағарды, қиыншылық артынан
жеңілдік бар деді тәңір 7-ші ғасырда момындарға келген әмір жақсы жаман алладан жүректе шегеленді көктемгі дерттен жазда шипа келеді сақтай көр жерді жаратушы індет пен зілзаладан көшпенді ел атанушы арылып кең даладан қолыңыз еш қажымайды бұл өмір бір аманат бірлігінен ажырайды бұл күннен қал аманат сақтай көр жерді жаратушы